өзүңүзгө кандай әсер болду? Қалай айтсаңызшы? Маған енді бұл енді қайтадан мен туғылдым десем де болады. Осы алма берді бәрімізге. Әкем өзі жақсы жұмыс істеген, жақсы үйренді. Сол үшін Farhat aga 1000 ағаш берді бізге. Сол инструкторы болғанда шу сізнеке кейініңізден уже бір ұстаз тәрілдіңіз. Шу дадамнеке кейініден оқуғычылы Қазақстанның ішінде көп адам үйренді. Мен өзім 2007-2008 жұмысқа кірдім. Біздің сатта алма болды. Мен қарадым. Ой, бұл көп алма. Мен керек емес маған бұл алма. 1000 ағаш керек емес. Әкем айтты, жоқ, асықпай жұмыс істейік, көрейік деп. Енді мен бұл алмадан қалай айтсам болады, мен өмірімді басқа адам сияқты көрдім өзімді. Мен ойлаған, мен адам, бірақ қандай адам мен деп өзім ойлаған, бірақ осы алмамен мен өзімді білдім. Енді бізді Алла Тағала жаратқан адам, жаратқан бәріге осы ағаштарын бақылау үшін біздің жаратты, бірақ біз білмегендіктен ағаш әртүрлі өсті. Қиын болды оған, жемісті бермеді, жел болмады болған. Енді мен өзімді қалай қарасам өзімге, алмада солайды қарап отырмын. Бірақ ол алма сөйлемейді, бірақ ол бізге қарап тұрады, тазалықты тұту керек. Егерде біз алманы таза тұтсақ, өмірі ұзақ болады, жемісті сапасы жақсы болады. Алманы өзімге көп салыстырам өзімге, адамға. Егерде біз ештеңе айтпай, білгені ешкімге түсіндірмей, қараңғыда жүрсек, бізде жақсы жеміс бермейміз. Жақсы бізден ұстаз шықпайды. Егерде біз білгені бәріні үйретсек, күн бізге түссе, жақсы балдарны үйреткен сияқты алмада тура сондай жемісті береді. Адам сияқты бұл да сынақ болады. Егерде дұрыс бұтап, дұрыс жүрсек, осында біз сияқты жемісті жылда бере береді. Енді тағы бір мәселе маңызды. Оны айтсақ, енді бұл бау-бақша бірден болған жоқ, бірден бәріні үйренмедік. Бұл ақырын басқа кірді, адамге, бізге, қауымға, жұртқа, бәрімізге оңайлықпен кірген жоқ бұл. Бұл асықпай, басында болғанда адамдар керек емес деп, бәрімізіне шығады, керек емес. Обрезка керек емес, болмайды, шығыңдар деп. Мен де ойладым, болмайды обрезка болмайды деп. Бірақ жыл өткен сайын аз-аздан жұртның ішінде өзімізді көріп, жылдың жылыға бұл бір жылның ішінде емес, 10 жылның ішінде біз көзіміз ашылып, дайын болып, жұртның ішінде тағы көбейге бастап, 50% адам уже бұта туралы жақсы біледі.
сол 1 жыл емес, 10 жылдың ішінде bir жұттың ішінде 10 жыл кетеді bir жұтқа түсіндіру үшін. Бірақ Қазақстанның ішінде осындай алмалар көп емес. Тағы үйрету керек. Қазір Farhat ağa 25 жылдың ішінде уже 200-300 адам үйреніп болды. Соның ішінде 100 адам енді ұстаз бола алайды, рекомендация береді и инструкторға лайық жігіттер көп шықты. Осы Қазақстанға кеп үйреткен адам ол ең маңызды бірінші. Алла Тағала мәшеге әуеткенге біз хош ал Қазақстанға